Сәлеметсіздер ме? Сіздермен аяулым. Бүгінгі видеомызда осындай жаз мезгіліне арналған торлы шапканы тоқып үйренетін боламыз. Бұл шапканы мен өзімнің каналымдағы сумкаға сәйкестендіріп тоққан болатынмын. Шапка өте жеңіл, жұқа болып шықты. Салмағы бар болғаны 18 грамм жіп қана кетті. Өте әдемі, нағыз жаз мезгіліне арналған шапка болып шықты. Егер де сіздерге ұнаған болса, онда міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып қойыңыздар, біз ары қарай тоқуға кірісетін боламыз. Қажетті материалдарға тоқталып өтетін болсақ, менде осындай жіп, түсін қараңыздар, өте әдемі, жылтырап тұрады осылай. Бұл жіп менде итальяндық жіп, сапасы 100% мақта. Салмағына келетін болсақ, 1 килограммда негізі 14.000 метр, ал 100 граммға айналдырғанда 1400 метрден айналады. Біз шапканы 3 қабаттап тоқитын боламыз. Одан кейін ілгек біз қажет болады. Мендегі ілгек біздің номері 1/90. Ары қарай тоқымызға кірісейік. Бұлай екі саусағымызға осылай жіпті алып, орап аламыз да, одан кейін ілгек бізімізбен мына жіпті ортасынан өткіземіз. Біздің ілгек бізімізде бір ілмек пайда болды. Енді біз өзімізге қажетті әуе ілмектерін тереміз. Мен 6 әуе ілмегін теретін боламын. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 әуе ілмегін тердім. Енді осыны алып бірінші ілмекпен қосамыз. Ең бірінші терген ілмегімізге. Осы жерден бізде қосылу бағаншасын жасаймыз. Міне. Бізде осындай кішкентай сақина пайда болды. Енді бізде ары қарай бірінші қатарда тоқимыз. Ол үшін 5 әуе ілмегі 1, 2, 3, 4, 5. Осы сақинамыздың ортасына өткізіп алып, біз накидсіз бағанша тоқимыз. Бізде бір мынандай доға пайда болды. Ары қарай келесі 5 әуе ілмегін тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Тағы да осы сақинамыздың ортасына накидсіз бағанша тоқимыз. Бізде 2 доға пайда болды. Ары қарай тағы да 5 әуе ілмегі. 3, 4, 5. Тағы да сол жерге. Үшінші доғамыз пайда болды. Тағы 5 әуе ілмегі. 2, 3, 4, 5. Бізде 1, 2, 3, 4. 4 болды қазірге. Тағы да 5 әуе ілмегін тереміз. 2, 3, 4, 5. Сол сақинамызға накидсіз бағаншамен осылай бекітеміз. Бізде 1, 2, 3, 4, 5 пайда болды. Енді бізде 6 доға болу керек. 6-шы доғамызды былай жасаймыз. 2 әуе ілмегі, 1 накид, одан кейін осы ортаға, сақинаның ортасына накидті бағанша. Бізде осылай 6 доға пайда болды. Енді келесі, бұл бізде бірінші қатар, енді екінші қатарды тоқуға кірісеміз. Бұл кезде біз 6 әуе ілмегін тереміз. 2, 3, 4, 5, 6. Мына 6 әуе ілмегін тергеннен кейін келесі бірінші жасаған доғамыздың ортасына осылай накидсіз
бағаншамен бекітеміз. Ары қарай тағы да 6 әуе ilmегі. 2, 3, 4, 5, 6. Екінші доғамызға накидсіз бағаншамен бекітеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі доғамыздың үстіне осылай накидсіз бағаншамен бізде 3 доға пайда болды. Екінші қатарда тағы да 6 әуе ilmегін тереміз. 3, 4, 5, 6. Келесі доғамызға осылай бекітеміз. Бізде 1, 2, 3, 4 пайда болды. Енді ары қарай тағы да 6 әуе ilmегін тереміз. 2, 3, 4, 5, 6. Енді біздің келесі доғамыздың ортасынан осылай бізде 5 болды. Енді ең соңғы 6-шы доғамыз қалды. Оны осының алдында жасағандай 1, 2. Одан кейін накидті біреу емес 2 аламыз. Мына ең соңғы, ең бірінші доғамызға 1 накидті тоқыдық. 2, 3. Ең соңында қатарды осылай бітіретін себебіміз біздің мына жібіміз, жұмыс жібіміз тура осы доғамыздың үстіңгі ортасында болуы үшін. Міне жібіміз осылай аяқталып қалса, ары қарай былай шығарып отырамыз. Енді бізде 3-ші қатар. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 әуе ilmегін тереміз. Мына келесі доғамыздың ортасынан осылай накидсіз бағаншамен бекітеміз. Қайтадан 7 әуе ilmегі. 3, 4, 5, 6, 7. Келесі тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі доғамыздың төбесінен накидсіз бағаншамен бекітеміз. Қайтадан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Міне. Бізде неше болды? 1, 2, 3, 4. Ары қарай тағы да 7 әуе ilmегін тереміз. 3, 4, 5, 6, 7. Мында бізде 5 болды. 1, 2, 3, 4, 5. Енді соңғы 6-шымызды 1, 2, 3 әуе ilmегі. 1, 2 накид. Мына доғамызға 2 накидті бағанша тоқыдық. Міне біз 3 қатар тоқыдық.
әдемі болып келе жатқан сияқты. Жіптің өзі сондай әдемі жылтырап тұрады. Енді келесі 4-ші қатар. Біз 3 қатарды аяқтадық. Осы жерден мына қатардың басына бізде былай маркерлеп қою керек. Қазір өйткені қатар үлкейген сайын біз жоғалтып алуымыз мүмкін. Енді келесі қатар бізде 4-ші қатар. 4-ші қатарда біз ілмектер қосуымыз керек. 4-ші қатарда біз ілмектер қосуымыз керек. Оны былай жасайтын боламыз. 7 әуе ілмегін тереміз. 3, 4, 5, 6, 7. 7 әуе ілмегін тердік. Енді осының алдында мына доғамызға бекітіп жатсақ, енді бұл қатарда қосамыз ғой ілмектер. Сол үшін мына ортасына біреу жасаймыз. Ары қарай 7 әуе ілмегі, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді осы жолы мына өзіміздің доғамызға накид сызбаған шайын бекітеміз. Келесі тағы да 7 әуе ілмегін тереміз. 3, 4, 5, 6, 7. Мына екі доғаның ортасындағы біздің осының алдыңғы қатардағы накид сызбағанша соған бекітеміз. Қайтадан 7 әуе ілмегі. 3, 4, 5, 6, 7. Осы жолы мына доғамызға қайтадан 7 әуе ілмегі. Осы жолы мына екі доғаның ортасындағы мына алдыңғы қатардың накидсіз бағаншасына бекітеміз. Енді осылай мына маркерге дейін ілмектерді қоса отырып тоқимыз. Міне мен соңына келдім. Міне мына ортасындағы алдыңғы қатардың накидсіз бағаншаға бекіттім. Енді келесі ең соңғы аяқтайтын жерге келдім. Міне маркер тұрған жер. Бұл жерде 3 әуе ілмегін тереміз, 2 накид жасаймыз. Одан кейін мына маркер тұрған жерге тоқимыз. Бір накид, екінші накид, және міне аяқтадық. Енді мына маркерді тағы да жылжытып, осы келген жерімізге ең төбесіне осылай іліп қоямыз. Бұл бізде 4-ші қатар болды. Осылай тоқып келгеннен кейін бізде мына шетіндегі доғаларымыз 12 болу керек. Ең басында 6 болды, енді біз қосқаннан кейін бізде 12 болу керек. Санап шығайық. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, не мынау 12-ші. Дұрыс. Енді мынау бізде 4-ші қатар болды. 5-ші, 6-ші қатарда ешқандай ілмектер қоспай, жай өрнек бойынша тоқимыз. Яғни ол дегеніміз былай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 әуе ілмегін теріп алдық. Енді мына доғамыздың ортасына осылай накид сызбаған шайын бекітеміз. Қайтадан 7 әуе ілмегі. Келесі доғамызға осылай накидсіз бағанша тоқимыз. Ары қарай тағы да 7 әуе ілмегі. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Келесі доға. Осылай қазір соңына дейін тоқимыз. Осы сияқты бізде 12 доға болды. Сыртынан да қайтадан 12 доға шығуы керек. Қатардың соңына келдім. Осының алдында жасаған сияқты 3 әуе ілмегін тоқимыз. 2 накид жасаймыз. Одан кейін маркер тұрған жерге накидті бағанша тоқимыз. 1, 2. Маркерімізді ауыстырамыз. Бұл бізде 5-ші қатар болды. Енді келесі 6-шы қатарда дәл осылай ешқандай қоспасыз, ештеңе ілмек қосылмай, осылай тоқып шығасыздар. Мен 6-шы қатарда тоқыдым. Енді бізде 7-ші қатар. 7-ші қатарда осының алдында жасаған сияқты біз осы доғаларды қосуымыз керек. Біз 6 болды, одан 12-ге көбейттік. Енді бізде 24 доғаға көбейтетін боламыз. Ол үшін 7 әуе ілмегін тереміз. 3, 4, 5, 6, 7. Жеті әуе ілмегін теріп алдық. Енді міне 2 доғаның ортасындағы накидсіз бағаншаға осылай бекітеміз. Қайтадан 7 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді осы жолы мына доғамызға бекітеміз. Ары қарай қайтадан 7 ілмек. Енді осы жолы мына 2 доғаның ортасындағы накидсіз бағаншаға бекітеміз. Қайтадан 7 әуе ілмегі. 3, 4, 5, 6, 7. Енді осы жолы мына доғамызға бекітеміз. Қайтадан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осы жолы мына 2 доғаның ортасындағы накидсіз бағаншаға бекітеміз. Осылай біз қатарды соңына дейін тоқимыз. Бізде 12 доға болған. Енді осы қосып аяқтағаннан бізде 24 доға пайда болу керек. Міне соңына келдік. 3 әуе ілмегін теріп алдым. Маркер тұрған жерге 2 накидті бағанша тоқимыз. Міне біз 24 ілмек қостық. 24 баған. Маркерімізді да көшіреміз. Санап шығайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 және мына маркер тұрған жер 24-ші. Енді ары қарай біз ешқандай ілмектерді қоспаймыз, ешқандай доғада қоспаймыз. Осы 24 доғамызды айналдыра тоқи береміз. Өзіміздің басымызға киіп өлшеп отырамыз. Өзімізге қажетті ұзындыққа жеткенге дейін тоқитын боламыз. Ары қарай қалай тоқу керегін тағы да бір рет көрсетіп кетейін. Бұл бізде 8-ші қатар болады. Біз қазір өзімізге қажетті 7 әуе ілмегін теріп аламыз. Міне 7 әуе ілмегін теріп алдық. Енді оны жанындағы доғамызға, осының алдындағы қатарларды жасаған сияқты осылай бекітеміз. Біз ілмек қоспаймыз дедік, тек қана тоқимыз. Сол үшін жай ғана осы доғаларға бекітіп отыратын боламыз. Тағы да 7 әуе ілмегін теріп алдық. Енді жанындағы келесі доғаға бекітеміз. Міне бізде 2 доға пайда болды. Осылай біз ары қарай тоқи береміз. Яғни бізде 24 доға пайда болғанға шейін. Осылай содан кейін айналдыра өзімізге қажетті биіктікке жеткенге дейін, яғни шапканы киіп көріп отырамыз. Соғынға дейін тоқимыз. Мен маңдайға бір 2 сантиметр қалғанға дейін тоқитын боламын. Одан кейін сіздермен қайта жолығып, қалай шеке жағын, маңдай жағын әрлеу керегін көрсетемін. Ары қарай қалғанын келесі бөлімде тоқып көрсететін боламын. Егер де сіздерге ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Онда келесі бөлімде жолығып, ары қарай жалғастыратын боламыз.